Сәлем достар, бүгін сіздерге ең күшті, ең дәмді таңғы ас идеяларын менің жұбайым Роман көрсететін болады. Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге пашот жұмыртқасын дайындайтын боламыз. Пашот дегеніміз бұл жұмсақ күйдегі тағамды суға пісіріп дайындау әдісін білдіретін француз сөзі. Олай болса, бастайық. Ең алдымен суды қайнатуға қоямыз. Бізге керегі бар жоғы 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа және 1 ас қасық уксус. Су осылай күшті болып қайнап тұрған кезде оған тұз бенен уксусты саламыз. Енді жұмыртқаны жарып, осылай судың ішіне жібереміз. Жұмыртқаны ең төмен отта 1 минут бойы пісіреміз. Егер сізде электр плита болса, оны өшіріп те қоюға болады. Осылай қасықпен жұмыртқаның ақуыздарын жинап отырамыз. Жұмыртқамыз дайын болды, 1 минут өтті, одан артық ұстаудың қажеті жоқ. Осылай шығарамыз да нанның үстіне қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Өте күшті, өте оңай рецепт, 1 рет жасағаннан ақ шығады. Осымен бірге сіздермен тағы бір рецептімен бөліскім кеп тұр. Жоқ, бұл пицца емес, бірақ дәмі одан қалыспайтын көкөністер мен омлет. Бізге керек заттар: помидор, болгар бұрышы, үккіштен өткен кабачок, менің жағдайымда мұздатылған. Сонымен қатар көкшөптер, бұл пияз бенен укроп. 1 шай қасық тұз, 3 жұмыртқа және 50 мл сүт. Ең алдымен жұмыртқаларды 1 ыдысқа тез-тез жарамыз. Тез. Одан кейін тұзды саламыз, сүтті құйып жібереміз де жақсылап отырып араластырамыз. Табаға ең алдымен көкөністерді салып, кішкене қуырып аламыз. Егер су көбейіп кетсе, төгіп жіберсеңіз болады. Енді осыған аздап май құямыз. Көкөністерді біргелік қылып жайып алайық. Енді жұмыртқаны құямыз. Қара бұрыш қоссақ, дәмі ерекше болады. Көк шөптерді салуды ұмытпаймыз. Енді крышкасын жауып, ең төменгі отта 5 минут қуырамыз.
Таңғы асымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк және коммент қалдыруды ұмытпаңыз.